сервис колледжіне қош келіпсіздер. Мен өндіріс оқыту шебері Қаблан Меруерт Әміреханқызы боламын. Бүгінгі менің мастер-класс тақырыбым шейк тәсілімен алкогольсіз коктейльдер дайындау. Менің осы сабағымның мақсаты келушілерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру, білімдерін қорытындылау, топтастыру және студенттерді жағдай жасау болып көрінеді. Сабағымның жоспары келушілерге қызмет көрсету бойынша кәсіби дағдыларды тәжірибе жүзінде бекіту. Бірінші жұмыс орнын дайындаймыз, құрал жабдықтарды дайындаймыз, барлардың мәзірін беру, сосын сусындарды таңдауда көмек беру болып есептеледі. Коктейль дегеніміз, жалпы коктейль түрін түсіндіремін. Коктейль дегеніміз алкоголь немесе алкоголь сусындардың әртүрлі компоненттерін араластыру арқылы дайындалатын сусын. Коктейльдер жиі түрлі дәмді немесе түстері үйлесімді болып келеді. Жеміс шырыны, сироп, вода немесе шырынды алкогольдік сусындар жатады коктейль түріне. Коктейльдер безалкогольный және алкогольді деп бөлінеді. Безалкогольный коктейльдерге шербет, фреш, милк фреш, лимонад деген сияқты түрлері бар. Ал алкогольді коктейльдердің мохито, маргарита, космополитен деген сияқты түрлері бар. Қазір мен осы айтып жатқан жауаптарымда мұқият тыңдасаңыздар, қазір сұрақ жауап болады. Осы сөздерінің ішінде кездеседі. Қазір мен құрал жабдықтармен сіздерді таныстырып өтемін. Бүгінгі мастер-классымның қазір менде шейк тәсілімен безалкогольный коктейльдер дайындау болып айттым ғой жаңа. Сол бойынша мынау шейкер деп аталады. Бұл шейкер арқылы ішіне мұз салып араластыру арқылы шейкер. Ал екінші стрейнер. Бұл мұздарды, қалдықтарды қалдырмау үшін бұлаймен қолданылатын стрейнер. Джиггер, мынаның ішінде граммовкасы болады. Осындай сусындарды қойып, граммовка ретінде қолданылады. Джиггер. Барная ложка. Барная ложка қазір мына жерде коктейльдерді араластырады, мұздарды араластырады, барная ложка. Сосын пинцеттер украшение керек болады, әрлеу үшін. Бізде стакандардың түрлері болады, әрқайсының түрлері бар. Бұл стакан қазір маған морская волна деген коктейльді дайындау үшін қажет болады. Бұның аты харикейн деп аталады. Ал екінші стаканымыз шале деп аталады. Үшінші стаканымыз мартинка. Ал енді мен қазір жұмысымды бастаймын. Мұқият қарап отырыңыздар. Сосын айтады. Коктейльдердің әртүрлі нелермен, әртүрлі жағдаймен не істелінеді. Шейк арқылы істелінеді. Екінші билд арқылы. Билд дегеніміз тек стаканға құю арқылы араластырамыз, оны қозғамаймыз, шайқамаймыз. Үшінші стрим арқылы. Стрим тек мынандайды қозғау арқылы араластырмаймыз, тек қозғау арқылы жасаймыз. Қазір мен жұмысымды бастаймын. Бірінші кезекте лаймовый пушин деген, оны мен қазір мартинка несінде қолданамын. Бірінші кезекте мен стаканыма мұз салып аламын, өйткені мұздату салқындатып тұру үшін. Және оны барная ложка көмегімен араластырып аламын. Және бұны бір шетке қойып қоямын. Екінші шейкерімді алып, біріне мұз саламын. Төбесіне қойып алдым. Жаңағы жигер арқылы қазір граммовкаларын бастаймын. Бізге керекті апельсин шырыны. Апельсин шырынан 80 мл. Құямыз. Екінші лимон соғы. Лимонды өзім сығып алып қойып қойдым. Бұл соктан 80 мл.
Бұл жігер менде 50 граммға арналған. Сол үшін екеу құямын. 80 мл толтырып. Үшінші сахарный сироп. Мен арнайы сахарымды ертіп дайындап алдым. Сахарный сироп. Сахарный сироптан 20 мл. Дайындап аламыз. Сосын маған керекті киви сиропы. Киви сиропынан 20 мл. Енді мен ішіндегі мұзымды төгіп тастап, басына мұз саламын. Өйткені бұның суы шығып кеткен уже. Және бұны ішіне құямын. Қойып, үстінен бір басамын. Бұны шайқаған кезінде ішіңізден примерно бір 20-25 рет санайсыздар. Менде дайын болды. Енді бір шетін қысып, бір шетінен ұрып аламыз. Стриннің көмегімен мұздарымызды төгіп тастаймыз. Салқындап тұрған стаканымызға. Украшение менде огурцы. Және қонаққа ұсынар кезінде салфетка қойып ұсынатын боламыз. Және екінші коктейлім крем сода деп аталады. Мен бұл коктейлді шале стаканында көрсететін боламын. Бізге бірінші ең қажетті мынаның ішінде бұл смеситель деп аталады. Бұның ішіне қазір мен сливки құямын. Сливкиді жартығып құйып алғаннан кейін аузын жауып, өзінің арнайы баллончигі болады. Сол бойынша өзі бізге қажетті шейкердің ішіне мұз салып аламыз. Және стаканымызға мұздату үшін, салқындату үшін мұзды қойып салып аламыз. Және барный ложка көмегімен айналдырып қозғап аламыз. Және бізге қажетті заттар: алма шырыны 90 мл құйып аламыз. Лимонный соктан 50 мл. Сосын бізге қажетті карамельді сироп қажет болады.
Карамельді сироптан 30 мл. Және бұны алып, ішіндегі мұзын төгіп аламыз. Бізге басынан мұз қажет болады. Мұзды салып, негімен жауып аламыз. Стаканымыздағы суды, мұзды төгіп, ішіне үстіне газды суды 50 мл құйып шығамыз. Жаңағы бізде дайын болған сифондағы сливкемізді алып, бұрап аламыз. Және бізге қажетті бірінші украшение үшін шие. Коктейліміз дайын. Бізде үшінші коктейліміз морской волна деп аталады. Қазір маған бір көмекші қажет болады. Кімнің қызығушы артық келсе. Кел. Салқындатып аламыз стакандарымызды. Және оны барный ложка көмегімен айналдырып аламыз. Екінші көмегімен газ дайындап беремін, сен шекер бойынша қозғайсың. Күте тұр қазір. Бізге 160 мл екі порция еді.
Бізге бұл жүзім шырынынан 160 мл жүзім шырынын құямыз әрқайсысына. Бізге 2 порция шығу үшін әрқайсысына 2 порциядан істейміз. Жүз мл жүзім шырынын қостық. Және бізге 40 мл сироп қажет болады. Әрқайсысына 40 мл-ден. Және бізге медовый сироп. Сиропты өзім суға араластырып қайнатып алдым. Медовый сироптан 10 мл. Әрқайсысына құйып аламыз. Лимонный сок менде дайыны. Лимонный соктан әрқайсысына 20 мл-ден құйып аламыз. Мұзды төгіп, басына мұз салып аламын. Және ұстап тұрасың. Екінші шекердің үстіне мұз салып аламын. Жаңа көрсеткендей, ішінен 20-25 рет санайсың, примерно 25 санайсың. Болды. Енді жанынан қысып, басынан ұрасың. На бетінен ұрасың. Екі жанына жағынан қысып алып, мына жеріне ұрасың. Ол, енді аш. Ашыл ма? Ашта, қоясың. Қазір мына. Және бізге басынан мұз керек болады. Мұзды салып болғаннан кейін стрейнер арқылы сиропымызды құямыз. Екінші сиропымызды құямыз. Бала. Стрейнер арқылы нон-стоп. Желпілген кезде тоқтайсың. Ой, ағып кетпеу үшін кішкене өзіңе айналдырып, жоқта құй, кішкене құй. Айналдырып, сүртіп аласың. Бұған бізге украшение үшін біреуін қой енді өзіңде. Жүзімді, виноградты қойып қоямыз. Бізде осымен коктейль түрі аяқталды. Қазір мен сіздермен сұрақ жауап ретінде. Қазір. Пинцет арқылы трубочка салып береміз. Болып бара берсін. Коктейліміз дайын. Енді қазір мен
жаңағы айтып өткен сөздеріме мән берсеңіздер, қазір мына жерде коктейльдердің түрі тұр. Осының арқасында қазір кім алып белсене қатысып отырса, оған да призіміз бар. Келіңіздер біреуіңіз. Қыздар, шықса біреуіңіз. Жаңа мен айтып өттім ғой, құрал жабдықтар не туралы, сол бойынша осының арқасында қандай құрал жабдықтарды білесің, коктейльдердің түрі деген сияқты сұрақ жауап бар. Соған кім жауап берсе, біздің призіміз бар, сол бойынша. Коктейльдердің ішінен біреуін таңдап алыңыз. Любой бір коктейльден өзіңе ұнатқан бір коктейльді. Таңда. Аламыз. Асай, арқасын оқы. Дауыстап оқысай. Қандай коктейль түрлерін білесіз дейді. Қандай коктейль түрлерін, өзің мысалы басқа кафеде, ресторанда ішіп жүрген қандай коктейль түрлерін білесің? Айта сал. Дұрыс. Солай жазасыз. Крем сода, иә? Сол дұрыс тапқан үшін сізге Қазақстан шоколады. Және ненің соңында неден дәм татасыздар. Ала салдым. Екінші. Біреуін ала сал. Алда сұрағын оқы. Билет тасылымының тәсілі. Билд тәсілі қандай? Жаңа айттым ғой, тәсілдерін. Шейк тәсілі бар, билд тәсілі бар, бленд тәсілі бар дедім. Шейк тәсілі жаңа шайқау арқылы болды ғой. Ал билд тәсілі деген жаңа айтып кеттім ғой. Айта салайын ба? Билд тәсілі стаканның ішіне керекті сироптарды құйып, тек ложканың көмегімен араластыратын тәсіл. Әке, бере салма. Тоқта саған, бере салайын да. Белсенді қатысқан үшін. Тағы бір қыздар шықсаңдаршы. Шықса, белсенді. Бол шықсай дейсіз. Шығасың. Білсеңді білмесең шығасай айтамыз. Любой біреуін ал. Бүгінгі коктейльге берілген бокалдарын ал. Бокалдарын любой бір атын атаңыз. Жаңа айтып өттім ғой, бокалдар таныстырып. Білмеймін, апай. Білетіндер бар ма? Білетіндер. Жоқ, бокалдардың түрлері жаңа көрсеттім ғой. Бокалдың түрлері. Бокалдардың түрлері. Қарекейін. Кел саған. Кел. Жоқ, кеп беріп отқан. Жоқтан барып беріп отқан. Сөзі қолы сөз. Саған. Белсене қатысқан үшін саған да бердіңіздер. Шоколад. Рахмет. Тағы келіңіздер қыздар. Қыздар келсе? Қыздар келіңіздер. Шекермен дайындалатын тәсіл қалай аталады? Жаңа айтылды ғой. Қазір айттық қана бала. Билд тәсілі бар. Та қандай дедім? Шейк тәсілі. Шекермен дайындалатын шейк тәсілі деп аталады. Бере сал. Саған. Рахмет. Белсене қатысқан үшін. Тағы бір кесек қыздар. Бір екеу қалды, кеңіздер, үшеу қалды. Бол өзіміз. Бол, осылайша видео. Жауап бермесің ке. Тілге керек құрал жабдықтар құралдарын атаңыз. Жаңа айттым ғой, әрқайсысын бір көрсеттім. Атауын. Стакандарына ма? Жоқ. Жаңа қозғаған. Барная ложка,
шейкер және стрим деген сияқты. Пинцет, дұрыс. Сізге белсене қатысқаныңыз үшін шоколад. Кел, шықсын. Шық, қыздар. жаңа сен шыққан бері Арттағы екі бала шықсаңдаршы кел. Ал, қайсысын аласың? Коктейльдің дайындауын кезінде Есептелетін құрал түрі. Жаңа айттым ғой. жегімдегі Джигер. Джигер деп аталады. Дұрыс. Белсене қатысқан үшін сізге де шоколад. Давай шық, арттағы бала. Басымыз әрқайсысы міне ұсынылған түрі. Бізді әрқайсысын украшениемен нәрледік. Қазір көріп, дәмін көріп, бағасын бересіздер. Мен өндірістік оқытушы шебері Қаблан Меруерт. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Бізде тамақтандыру индустриясы және сервис колледжі. Бізде 9-дан кейін 2 жыл 10 ай оқисыздар. Бізде повар, кондитер және осындай ресторан сервис мамандықтары бар. Келіп, түсіп, бізбен бірге болыңыздар.